Бізге видео программасы керек болады. Сосын есікті ашқан бір видеоны аламыз. Сосын миксермен жоғарысына өзіңізге ұнаған бір видеоны аласыз да бұны тура есік ашып жатқан жерге ортасына қоясыз. Қойғаннан кейін масканы басасыз да оны ішінен линей дегенді таңдайсыз. Линей таңдағаннан кейін тура есік ашылып бастаған жерге линейка шығады ғой, сол экранда соны айналдырып қоясыз да ғана есік ашқан сайын мына шетте плюсикпен номер тұр, соны басып отырасыз и видеоны жылжытып отырасыз. Есік ашылғанда қарай тура видеодағыдай жасайсыз, жылжытып отырасыз. Болды, енді видеоны көреміз. Есікте жақтан жаланысы шықты видеосы. Сосын экспертті басып 180-60 кадр қылып сақтап аласыз. Болды.